сол хайповать етуді қою керек. Жастар каверді күшті айтады. Анау Кристина Агилера дейміз ба, там Дуа Липа дейміз ба, там Хьюстон дейміз ба, Мирайке, бәрін сықитып айтып береді. Үнін келтіріп, әнін келтіріп, қазақша әнге келгенде бәрі қирайды. Неге дейсіз ба? Қазақша әнге білім керек. Қазақша әннің сөзін ұғынып, бойыңнан өткізіп барып жеткізуің керек. Олар бәрін ана ырғақпен бүйтіп келтіріп жібереді. Мен айтам, сендер айтып тұрған әннің мағынасын біліп тұрсыңдар ма? Бұл ән өлеңмен жазылған қара сөзбенен үйлесімін тапқанда ғана ол ән болып шығып тұр ғой. Сен ақынның жүрегі мен композитордың жүрегін қайда жібердің? Сен сол екеуінің жүрегінің қосындысын сен ғой халыққа жеткізесің. Енді қазақ пен басқа эстраданың әннің менталитеті бөлек қой. Әрине әннің менталитеті бөлек. Сен қазір шетелдің бір ән алып сөзін қараш, сөзі түк емес. Мен келе жатырым, мына көйлегім ұзын екен, сосын мен оны қысқартып алдым деген әңгімелер да. Ал біздің сөздер ше? Біздің сөздер дегеніңіз, мысалы, ескегіңді берші маған, мен есейін сен еспе, су күлкісі сыңғырлаған, сенің күлкің емес пе. Қызды көлге теңеп тұр, айға теңеп тұр, күлкісі сылырлаған суға теңеп тұр. Соның бәрі қарап отырса үлкен поэзия, оның өзі бір үлкен спектакль ғой. Әрбір ән, мен әнші балаларға айтамын. Әрбір қазақтың әні, бұл бір бөлек өмір дейсіз ғой. Бұл бөлек өмір, сол өмірді спектакль қылатын ән. Сен өзі саған клиптің қажеті жоқ, әнді тыңдап отырып өзің елестетіп аласың.